Саламатсыз ба апай? Мен ғылыми жобама байланысты сізге сұрағым бар еді. Ұлпан бейнесі мен қыз жібек бейнесін қазіргі қазақ әйелдерімен салыстырсаңыз, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын атап өтсеңіз. Әрине, біз ұлпан мен қыз жібекті салыстыратын болсақ, ол екеуі де өз заманының идеал әйелдері деп айтуымызға болады. Ал енді ұлпан сол замандағы өзінің ержүректілігін, ақылдылығын, парасаттылығын көрсетсе, қыз жібек нәзіктігін, өзінің махаббатқа адал, беріктігін көрсетеді, сондай бейнеге сомдалады. Ал енді біз қазіргі қоғамдағы әйел бейнесін алатын болсақ, бұл әйел бейнесі қазір кәсіпкер де болады, қазір жаңағы білімді, барлық қызмет түрін өзі атқара алатын, нәзік жанды әйел заты деп айтар едім. Барлық отбасыны да, қоғамды да бірдей алып жүре алатын. Ал енді сол замандағы ұлпанның да, қыз жібектің де бейнесі біздің көз алдымызда әрине. Бірақ олар қоғамға араласпады деп айтуға болмайды. Араласты, өкінішке орай, сол замандағы олардың өмірі, тағдыры өте қиын болды. Ал қазіргі қоғамдағы әйелдің рөлі өте жоғары және ер азаматпен тең құқықта қорғалады. Рахмет.